Кәсіпкерлер бірігіңдер. Мәжіліс депутаттары бүгін барлық бизнес өкілдерінің бір палатаға мүше болып, сол үшін ақша төлеуді міндеттейтін заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Құжатқа сәйкес кәсіпкерлер палатасы аяққа тұрғанша үкімет құрылтайшы ретінде қанатының астына алады. 150 миллион теңге бөліп жаңа ұйымның жер-жерде бөлімдерін ашуына жағдай жасайды. Өтпелі кезеңде, яғни палата құрылған алғашқы 5 жылда соңғы сөзде атқарушы билікте болады. Тіпті ол кәсіпкерлер съезі қабылдаған шешімді жоюға да құзыретті. Өкімет міндетті түрде құрылтайшылардың ішінде болу керек алғашқы кезде, бірақ мен ойлаймын, түбінде келешекте де өкімет тарапынан енді бұлай бір күрделі болмаса да құрылтайшылар ішінде болу керек, және өзінің мемлекеттің мүддесін қорғап отыру керек. Заң жобасында кәсіпкерлер төлейтін жарна мөлшері де бекітілген. Орта бизнес бір жылда 360 мың теңге, ал ірі бизнес 3 миллион 600 мың теңге төлеп отыруға міндеттеледі. Ал шағын бизнес құрылғаннан соң 5 жылға дейін одан босатылады. 5 жылдан кейін съезд өздік шешім қабылдайды. 5 жылдан кейін ары қарай жеңілдікті береміз ба шағын кәсіпкерлікке, яғни жарнасын төлемейді ма, жоқ төлесін ба деген. Қазір депутаттардың тарапынан әртүрлі ұсыныс түсіп жатыр, олар да айтып жатыр, мүмкін толыққанды өзінің мүшелігін сезіну үшін мүмкін 100 теңге болса да төлеу керек шығар деген. Енді келесі оқылымға дейін осы мәселе қайттан қаралатын болады.